Мына таудың үстінде тұр. Завод осы жерде болады. Қар суымен, жауын шашынмен көктемде бәрі міне Маралка өзеніне барып құяды. Ал Маралка өзеніне Маралкаға барып Күршім өзеніне құяды. Күршім өзені Ертіске құяды. Ертістен енді өз Қазақстандағы немене? Өскемен, Павлодар, Семей. Мен қайда барам? Уланамыз ба? Ағы полигон, Семейдегі полигон секілді өлеміз. Үріп жүріп. Бүкіл ауыл қарсы. Ауылдың бала шаға бар, мал жан бар. Бүкіл табиғатымыз қорлап, бүкіл судың барын ластап жатыр. Енді істелмей жатқандағылары ертең фабрика салып баста кетсе қандай болады? Мына жерге завод салынады, әне несін қазып отыр. Орындары күйіп, қадақ қойыпты. Міне водокачкамыз тұр. Осы уланған суды алып, ауылға таратпақшы. Мына тау жарылып біткеннен кейін, мынадан жол салып, мына тауға шықпақшы. Мына текенің үстін жарып, мына тау жармақшы. Міне ауылымыз осы сонда екі таудың ортасында, ішетін суымыз ортасында, ауылдың жағдайы өте қиын болып тұр. Қиын нәрсе болып жатыр. Бұқым халыққа зиян мынау. Күршімнің өр басынан ластағаннан ол Күршімнің ауданды бұлғайды, аудан Ертісті, Ертістің орыстарға, Россияға дейін кетеді. Соны ешкім білмей ме, білетін адам жоқ па? Бұл не деген жаугершілік заман мынау? Не қызылмен белгілеп қойған жерлердің бәрін жарат. Не жерлерде тұр. Міне ауылымыз міне көрініп тұр. Қарсымыз! Завод салуға біз қарсымыз!